Баршаңызға сәлем, құрметті көрермендер, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Гүлфия. Бүгін анам дайындаған осындай дәмді, әдемі холодецтің жасалу жолымен бөлісетін боламын. Осы бейнен соңына дейін көріп, міндетті түрде бізбен бірге дайындап көрдіңіздер. Және де каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Тұрақты түрде осы каналымда жаңа рецепттермен бөлісетін боламын. Холодецті жақыннан толығырақ сіздерге көрсетейін. Осындай біркелкі, жақсы қатқан, дәмді холодец болып шығады. Бұл енемнің жасаған холодесі мен шетінен түсіріп жүрдім. Яғни жыл сайын мен анам да енем де дайындайды. Қазір міне екінші анам деп атайын. Екінші анам холодецті кесіп сіздерге көрсетеді. Басқа ыдысқа холодецті қатыруға болады. Біз бірақ осындай ет табақта қатырамыз, осындай орташа және дәмді болып шығады. Енді дайындауды бастайық. Біз сиырдың басының жағын және сирақтарын алдық, ұйттық, жақсылап жудық, дайын барлығы және бастың жағының еттері де бар. Яғни барлығын қосамыз. Ең бірінші бір қайнатып аламыз, содан кейін суды ауыстырдық. Екінші рет су құйдық, бастың жағын сирақтарды салып, дәміне қарай тұз салып пісірдік. Міне пісті толығымен, біз 7 сағат ортаңғы отта қайнаттық. Көрдіңіздер ме, өте жақсы жұмсақ болып піскен. Қолмен былай етті үзсек, алынып тұр, пышақтың да қажеті жоқ. Міне сирақта бастың жағы да дайын. Енді қазір толық жасалу жолын сіздерге көрсетем. Яғни сорпасын төкпейміз, міне сорпасын жақсылап сүзіп аламыз. Осылай сүзгінің үстіне біз марля қойып, бірнеше рет сүземіз. Содан кейін сорпа суығанша шетке алып қоямыз. Дәл сол сәтте чеснок езгішпен чеснокты еземіз. Біз отбасымызбен чеснокты жақсы көргендіктен чесноктың 2 басын қостым. Сіздер дәміне қарай қоссаңыздар болады. Дайын чеснокты шетке қоя тұрамыз. Содан кейін бастың жағының еттерін және сирақтарды ұсақтап пышақпен тураймыз. Арнайы ет тартқышпен турайтын адамдарда болады, яғни өз қалауларыңыз бойынша, біз бірақ пышақпен турадық барлығын. Мына жерде мен шетінен түсіріп жүрмін, екінші анам дайындап жатыр. Етті тураған кезде үстінен бірнеше рет тағы да пышақпен басып, ұсақ етіп тураған дұрыс. Бірақ еттің өзі де өте жұмсақ болады, тез туралады. Бастың жағын етімен бірге сирақтарды ұсақтап турадық, барлығы дайын. Міне көріп тұрсыздар. Енді қазір біз холодецті толығымен дайындауды бастаймыз. Алдымен сорпаны осы кішірек ыдысқа құйып, үстіне чеснокты, қара бұрышты салып, жақсылап араластырып, 5 минут қайнатып аламыз. Ортаңғы отта жақсылап чеснокты, қара бұрышты сорпамен араластырып, қайнатып алғаннан кейін, осы қайнаған сорпаны чеснокпен бірге таза суып тұрған сорпаға қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Сорпа толығымен суыған. Содан кейін біздің жаңағы туралған етті саламыз. Етті болғанда жаңағы сиырдың сирақтарын және бастың жағын. Барлығын саламыз сорпаға. Жақсылап араластырамыз. Тұзын салмаймыз, себебі ет пісіп жатқан кезде дәміне қарай тұз салып қайнатқан болатынбыз. Сондықтан қазір жақсылап араластырып ет табақтарға саламын. Енді осындай ет табаққа біз қатырамыз, яғни 3 ет табақ, біреусі үлкен және 2 кішірек. Осы ет табақтарға етімен бірге сорпасын құямыз. Яғни бәрінің біркелкі етіп салған дұрыс, сол кезде біркелкі болып, әдемі болып қатады. Жақсылап саламыз барлығын, бірдей етіп. Ет табақты суық жерге бір түнге қойып қойдым, толығымен қатты. Егер сіздер арнайы кішірек ыдысқа дайындасаңыздар, онда мұздатқышқа қатыруға болады. Осы рецепт бойынша дайындасаңыздар, комментарийға жазып, және каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Гүлфия, баршаңызға ас болсын.